Арт жастар театры ұсынады. Еркебұлан Жолдасов, Дезертир. Спектакль қалай пайда болды? Жалпы бұл пьесаның пайда болуы бір ерекше да мен үшін. Мен барлық шығармашылығында жазған пьесалардың ішіндегі ең ерекшесі десем қателеспеймін. Себебі бұның ерекшелігі, мен Арт жастар театрын алғаш ашқан кезде сол құрамға қандай қойылым қойсақ болады, репертуарға не қоссақ болады деп ойланған кезде, бір күні түнде мен түс көрдім. Сол түсімде мен осы Дезертир пьесасын толық басынан аяғына дейін көрдім десем өтірік емес. Бұл енді қазір біреуге өтірік болуы мүмкін, бірақ бұл менің шындығым. Мен осы шығарманы тіпті сюжетіне шейін бәрін толық көрдім. Екі майдан алаңынан қашып кеткен дезертирлердің орман ішіндегі бір үйді жаулап алуы, оның ішінде бір мылғау қыздың болуы, нәрестенің болуы, сол жерде бір кемпірді байлап қойып оларды қинауы, жалпы олардың бұл жерге келудегі мақсаты арттарынан қуып келе жатқан әскери адамдардан тығылып жасырыну ғой, төбе ауылдарына жету. Түбінде дезертир, мына үйінде отырған жаңа кемпірдің өзі дезертир болып шығуы, осы дүние мені бір шок қылды. Таңертең ұйқыдан тұрдым да бірден қағазға мына пьесаны түсіріп, түстен кейін мен актерлармен читке жазып кеттім. Спектакльдің негізі айтатын ойы өте терең да, бұны бізге Құдай көрсетпесін. Мен жастарға, жалпы көрерменге осы спектакльді көргеннен кейін, біз қазіргі осы тыныштығымызды, осы берекелі өмірімізді, еркін үйімізге келіп, еркін көшеде жүруімізді қадірлесек деймін да. Осы нәрсені көбімізіміз өкінішке орай түсінбейміз ғой. Бұл қойылымды көргеннен кейін бәлкім адамдар түсінеді деген режиссерлық менің идеология. Мысалға біз өзіміздің отанымызды жақсы көреміз. Бір қарағанда біз оны ештеңеге, жамандыққа қимаймыз. Жаудан қорғағымыз келеді. Біреу біздің отанымыз туралы жаман нәрсе етсе, біз оған ашуланып ренжиміз. Бірақ әрбір махаббаттың өзінің бір бағасы бар деп ойлаймын мен. Өзінің деңгейі бар деп ойлаймын мен. Шексіздік деген нәрсе жоқ та. Мысалға менің геройларым дәл сол майдан алаңына бар отанын қорғау барысында олар өзінің махаббатын көрсетіп тұр. Бірақ мына жақта басқа да олардың құрбандықтары бар да. Анасы бар, ауру, қарындасы бар, ауылы бар деген сияқты. Соғыста көрген әділетсіздіктер оларға осы отанға деген махаббатты толыққанды сақтап қалмауына себеп болды деп ойлаймын. Спектакльдің тарихы. Нұрсұлтан Әділханов, Нұрхат Зұлпхар, Еңет Мұстафаева, Айдана Оразбаева деген актерлар ойнаған алғашқы эксперименталды түрін одан кейін де қаншама мәрте қойды. Шұғыла Елшібек келіп ойнады одан кейін. Одан кейін Нұрдәулет Аманбай, Дидар Болатбеков, Сейдуғал Айзата. Кейінгі құрамдар жасарып отырды, бұл қойылымды өзгертіп отырды. Қойылымның өзі сақтап отыра берді, бірақ барлығы осы қойылған дүниелердің барлығында да әртүрлі құрамдар ойнады. Әртүрлі ұл қыздар ойнап, әртүрлі бір дем берді десем болады ол қойылымға. Енді осы 25-26 маусымда мен Арт жастар театрының камералық сахнасында Дезертирді сахналастырғанда тұңғыш рет мен осы шығарманы кішкене өзгеріске ұшыраттым. Уақыт озып жатыр да, күннен күнге уақыт озып жатыр.
күннен күнге адамдардың ой сана ақылы да өзгеріп жатқан сияқты маған. Сондықтан мен бұл шығармаға кішкене өзгеріс енгізуге мәжбүр болдым. Мен тек қана дезертирлік туралы емес, ол жердегі қазіргі біздің осы қоғамда болып жатқан кейбір келеңсіз жағдайларды осы спектакльге ақырындап қосуға тырыстым. Жалған отансүйгіштік, коррупция, бір кеудедегі медальдар, ордендер, мақтау қағаздар барлық адамдар толыққанды бір шынайы еңбекпен, адалдықпен алып жатыр деп айта алмаймын. Осы нәрсені де көрсетуге тырыстым мен барынша. Адамның қиыншылықпен, өліммен, жеме-жемге, жекпе-жекке келген кездегі шынайы маскасын шешуге тырыстым. Енді мен Арыс қаласында осы соңғы рет оның алдында болған әскери базам жарылған кезде де көрдік қой. Адамдардың біздің жалпы осындай қиын сәтке келген кезде қандай бір жағдайға түсіп кететінімізді. Тіпті өзінің баласын ойнап жүрген, ұмытып кетіп, қашып кеткен аналарды көрдік. Өзінің отбасын тастап кеткен әкелерді көрдік. Анасын, атасын тастап кеткен балаларды көрдік. Бір-бірін қиналып жатқан кезде итеріп лақтырып кеткендерді де көрдік. Бұл әдейі жасалмайды да, бұл нәрселер. Әдейі мен осылай жасайын деп жасалмайды. Шын мәнінде былай жекпе-жек келген кезде қорқынышпен. Біз адамбыз, адамда осындай рефлекс болуы мүмкін. Міне, мен осындай нәрселерді дезертирге алып келдім да, осындай идеологиямен кішкене бұрмалап әкеліп, соңғы дезертирді өзгерттім. Актерлік құран туралы. Енді Жасұлан Рахишев деген актерім осы соңғы кездердегі қойылып жатқан дезертирдің Қасым деген кейіпкерін тұрақты түрде ойнап келе жатыр. Мен осы соңғы құрамда да Жасұланнан басқа оған бір кандидат көрген жоқ. Өйткені Қасым бұл нағыз ауылдың қазақ баласы, қазақи нақыштағы ойланатын, біздің өзіміздің қазақи болмысы бар, сондай бір жігіт керек болды. Ол Жасұланға дәлме-дәл келді. Сосын Руслан Инамов, бұл чечен жігіт, бұл да соғыстан қашып кеткен. Оған да басында мен өзімді де көрдім ол рөлге, Руслан Инамовқа. Бірақ мен Жасұланның арамыздағы білмеймін бір тандем сәл ертерек болып тұрған сияқты болып көрінді да, маған жас ерекшелігім. Сондықтан мен өзімді ол нәрседен алып тастадым да, Абылайхан Серікбаев ойнады. Абылайхан Серікбаевтың осы рөлді ойнап шыққандағы Абылайхан Серікбаев пен Жасұлан Рахишевке келетін болсақ, дәл осы екі актер ойнаған кезде мен осы спектакль репетициясында ұқтым. Жасұлан да, Абылай да кәсіби тұрғыда актерлық бағытында өте қатты өскенін көрдім. Өйткені дезертир спектакліндегі ойындар, актерлық ойындар көп күйден күйге көшуге мәжбүр қылатын дүниелер ғой. Ішкі дүниең алып ұшып тұрып, бір кезде ішкі дүниең өліп қалады. Көзің алып ұшып тұрып, бір кезде өліп қалады. Ойнап тұрып, күліп тұрып, жылап қаласың, жылап тұрып, күлесің деген сияқты. Сондай қиылыстары мен бұрылыстары өте көп актерлық өнерді талап етті да бұл рөлдер. Мен сол репетиция барысында Абылайдан да, Жасұланнан да осы нәрсені көріп қатты қуандым. Мен өте қатты риза болдым өзіме. Дәл Қасым мен Русланды Абылай мен Жасұланға бергенім үшін. Өйткені олар репетиция барысында өздерінің осы рөлге деген махаббаттарын, осы рөлге деген ынтызарлықтарын өте жоғары деңгейде көрсетті десем қателеспеймін. Мен оны көзіммен көріп жүрдім. Күнде ізденіс, күнде бір жаңашылдық алып келу, сахнада ойнап жатқанда репетицияның өзінде бар жан тәнімен ана бір бүкіл энергетиканы тастап кету, мен актердағы ең бағалайтын дүниелердің бірі осы. Ол қыздың ешқандай күнәсі жоқ еді ғой! Ешқандай күнәсі жоқ! Ираш деген кейіпкерім бар, мылқау қыз. Алғашқы құрамда менде Еңлік Мұстафаева деген жас шәкіртім болды, актриса. Сол қыз осы рөлді ойнап шыққан тұңғыш рет. Мен қазіргі құрамнан да, қазір мен сол спектакльді қойсам да, сол Еңлік Мұстафаеваның ойнаған
әдісін, бір сол бір атмосферасын сұрай беретін сияқтымын қазіргі актерлардан. Олар енді еңлікті танымайды ғой қазіргілер. Бірақ мен соны еңліктің жасағанын сұрап отырдым. Кім, қай актриса келіп Ирашты ойнамаса да бұл қауызды, мен өзімнің бұрынғы қойған алғашқы экспериментте жасаған, еңлікпен жасаған образымды сұрап отырдым. Біреулер беріп отты, біреулер беруге шамасы келмеді. Әр актердің қабілеті әртүрлі ғой. Бұл мамандықта оқымаса да, менде арт юниор деген балалармен жасөспірімдер студиясында білім алып жүрген балаларға мен осы рөлді беріп эксперимент жасадым. Мысалға Айдана Зұлпқар деген жас қыз ойнады бұл рөлді. Қарлығаш Сабырәлі шәкіртім, қазіргі жас шәкірттердің бірі. Одан кейін Ахниет Қуанышбек деген актрисамыз ойнады. Лаура Сералы ойнады оны. Бұл рөлді тағы Дана Жарылқасын деген қызы ойнады, мектептің қызы. Мені осындай көптеген қыздар, енді мен қазір бір қатарын аттарын ұмытып қалуым мүмкін, бұл рөлді өздерінің басынан бір өткізіп шықты десем де болады. Әр қыз Ирашты өзінше көрді. Бірақ барлық қыз мен көргендей көрмеді. Бұл тағы да айналып келген кезде актерлардың рөлді зерттеу мәселесіне келіп тіреледі. Мендегі Ирашты ойнаған актерлардың, актрисалардың көп бөлігі тәжірибелі емес актрисаларды. Күнде театрда жүрген, күнде творчествода жүрген балдар болмағаннан кейін осы қиыншылықтар бізге тап болды. Эмоцияға көбірек күш салу, сахнада қаттырақ айқайлау, жылау деген дүниелерді жасасам, образ ашылады деп ойлау, осындай қателіктермен орнап жүрдік. Дана Жарылқасын деген мектептің қызы, бізде арт юниордың білім алушысы болып жүрген кезде, сол қызға мен осыны ойнатып көрдім. Менің ойымша соңғы осы Ирашты ойнаған құрамының ішінен егерде таңда дейтін болсам, мен осы Дана Жарылқасынды таңдар едім. Өткен Дана Жарылқасын біріншіден натуралды тұрғыда өзі де сол 13 жастағы қыз еді. Үлкен актрисалары бұл рөлді ойнаған кезде кішкентай қызды сомдауға тырысты да, кішкентай қызды бір жасауға тырысты. Соның нәтижесінде жасандылықтар пайда бола бастады. Дана Жарылқасын ойнағанда ол өзін ойнады. Сондықтан ұтып кеттік деп ойлаймын мен осы жерде. Мария деген кейіпкеріміз бар. Кездейсоқ сол үйге келіп тап болатын Беларусьтың қызы. Бұл рөлді де бір қатар қыздар ойнап шықты. Бұл жерде де іздену жағына келгенде проблемалар туындады, туындамады емес. Балтабай Марал осы рөлді соңғы құрамдағы, қазіргі соңғы ойнаған кездегі шығарған қызымыз. Қасиет Жарылқасынова деген қызды ойнады бұл рөлді. Балтабай Маралдың осы рөлге қатынасы, осы рөлге ізденісі бір басқаша ерекше болды деп ойлаймын. Дегенмен де осы Мария деген қыз кім десе менің көз алдыма Марал елестемейді. Марал талантпен, ізденіспен жақсы бір образ шығару арқылы ол рөлді алып шықты деп ойлаймын. Ешқандай оған күмәнім жоқ. Бірақ мен Марияны әлі таппай жүрген сияқты. Сол бір Мария керек сияқты бұл спектакльге. Білмеймін, бір славяндық образдағы қыз болу керек деп ойлаймын. Енді барлық қыздарға ренішіміз жоқ, қолдан келгенін ойнап алып шықты ғой. Көбінесе Марияны осы Марал ойнады ғой. Бірақ дегенмен мен әлде де осы Марияны іздеп жүрген сияқты. Дезертирдегі басты кейіпкеріміз біздің шизофрениялық ауруға шалдығып қалған
соғыс кезінде енді контузия дейді, соғыс кезінде ақыл естен айырылу деген құбылыстарды басынан кешірген, өзі әскерде жүріп солдаттарды емдеп жүрген медициналық қызметкер әйел кемпір өзінің күйеуінен баласынан айырылып, есі ауып, өзі ауруханаға түсіп, сол жерде жүріп өзінің ауруханада жатып, мен балам тірі деп ауруханадан қашып кетіп, түбі сол біреудің үйіне кіріп, бір кемпірді өлтіріп, соның нәрестесін менің нәрестем деп кеудесіне басатын біздің кейіпкеріміз. Сәбиға, ол күнәсіз қоққансың. Күйеуімді болса, соғысқа кетті. Артында шырылдап қалған бала шағасын кімге тастады соғысын? Бұл рөл де өте ауыр рөл да, өте қиын рөл. Бұны сомдау шын мәнінде оңай емес. Кәсіби үлкен театрларда бір үлкен жастағы шын мәнінде бір сондай бір актрисалар бәлкім ойнап шығатын шығар мына рөлді күшті қылып. Мен білмеймін, бірақ жастар театрында бізде мен барлық қыздар балдарға бердім, иә. Барлық ойнап шықты. Бәрібір де осы кісіні әлде бір табу керек сияқты бізге. Егер де жалпы болашақта киносын түсірсем ба деп жатырмын бұл спектакльдің. Егер киносын түсіріп жатсам, сол бір актрисаны табу керек деп ойлаймын. Тұңғыш рет мына рөлді ол бала деген шәкіртім ойнады. Одан кейін Фариза Әбіл деген қыз ойнады, Елшібек Шұғыла ойнады. Енді соңына келген кезде Лаура Сералы ойнап шықты. Лаура Сералы да талантымен, өзіне тән бір харизмалармен образды алып шықты. Бірақ толыққанды зерттеу, сол ананың баласынан айырылған зарын, ішкі толғанысын, дүниесін ашу бізде проблема болды. Менде ол проблема әлі де бар. Толыққанды бір ашып, бір керемет қылып шығардық деп мен айта алмаймын әлде де. Мүмкін алдағы уақытта Лаура бұл рөлді әлде қайда жоғары деңгейде ойнап шығатын шығар деп үміттенемін. Сахнада көрерменді алдай алмайсың. Көрерменді мен 20 жасар қызға 60 жасар кемпірді ойнатуға мәжбүр болып отыр. Мәжбүр емес, енді рөлді беріп отырмын ғой, сондай, солай ойнап шық сен деп. Оған біз грим жасап жатыр, костюм, әртүрлі дауыс, басқа бір эффектілер жасап жатыр. Бірақ бәрібір де біз алдай алмаймыз да көрерменді. Бәрібір де көрініп тұрады. Сондықтан осы рөлдің егесі Лаура Сералы десем мен қателесем. Олай емес, олай болмайды да. Тағы да бұл спектакльді қойсам Лаураға берер едім. Әрине берер едім, бұл рөлді берер едім. Бірақ түбіне келген кезде көп ізденісті талап ететін рөлді. Ауыр рөл. Сол үшін Лаураға әлбетте рахмет дегенмен бұл рөлді қаттырақ зерттеуіміз керек. Соңғы көрсетілімде мен өзім де рөл алдым бұл спектакльден. Біріншіден театрдың актерлық құрамында ішінде мәжбүрлік болды менде. Өйткені актерлардың жетіспеуі, бізде енді тұрақтылық жоқ та театрда. Бүгін ойнаған актер ертең жоқ болуы мүмкін. Менің принципім ба бұл білмеймін, бірақ менде театрда актерлар онша көп тұрақтай бермейді, көп жағдайда. Міне сондықтан Дезертирде бізде актерлық құрам бойынша проблем болды. Кейін мен ойладым, принципе мен өзімде осы рөлді алып шықсам болады. Мен сосын сол жердегі жаңағы әскери қызметкерді, тергеушіні ойнап шықтым. Мен қойылымды қоюым керек. Кейбір қойылымдарда өзім ойнаймын. Мен қоя отырып ойнау процесіне енді кішкене сәл қиналып қалатыным бар. Осындай қиыншылықтар осы қойылымда да болды. Идеально, тап-таза, кіршік сызып ойнап шықтым деп мен айта алмаймын. Рөлді ойнап болғаннан кейін де сахна сыртына барып әттеген айлар өте көп болды. Қазір де әттеген айлар бар. Сол үшін, бірақ жасыма, жас ерекшелігіме келіп тұрғаннан кейін мен сол рөлді өзіме алып ойнап шықтым. Бірақ өте қиын болды. Өте білмеймін, енді ол процесті бастан кешіру оңай емес. Сахнадағы болып жатқан оқиғаны да ойлап отыру, басқа актерларды да ойлап отыру,
өзіңді де ойлап отыру, бұдан асқан қиын дүние жоқ режиссер үшін деп ойлаймын. Барлығы жай шартты түрде болмаса деймін да мен. Бұл өткені камералық сахна ғой. Бұл жерге халық келген кезде бәрін жап жақыннан, бәрін дәл көзінің алдында көреді да, бір дастарханның алдына жайып бересің болып бәрін көреді. Сол жерде мен шарттылықтан кішкене алыстағым келді. Шарттылық камералық сахнада өте қиын да. Сондықтан мен шарттылықтан алыстап, барынша шынайы эффекттер беруге тырыстым. Дәл сол қазаннан шығып жатқан, бодақтап жатқан, жаңағы қайнап жатқан судың түтіні, оттың лаулап жатқан эффектісі барлық көрерменге шынайы, шынымен көрініп тұр да. Одан кейін соңғы қойғанымызда біз жаңағы қыста қойған кезде біздің көмекші қыздар мысалы сахнаның артында даладан шелекпен қар тасып отырды. Біз сахна шығарды, үстімізге қарды сеуіп, шынайы бір қардан келген, оны оқиға қыста өтіп жатыр ғой, шынайы үстімізге қар тигендей болып кіруге тырыстық. Бұның барлығы мен ойлаймын, біріншіден бұл тек әдемілік үшін емес, бұл көрерменнің талабы солай. Мен беруім керекпін, көрермен келді ма камералық сахнаға, мен оған осы нәрселер беруім керекпін. Сондықтан барынша беруге тырыстық осылай. Бисмилла деп атқа қондым, көкейімде байғадым. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайрадым. Мәңгілікте ғой отаным, қорқыта алмайды даусым өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Қорыта келе айтарым, Дезертир бұл менің пьесаларым ішіндегі ең бір сүйікті пьесаларым бірі. Құдай амандық берсе, бұл шығарманы мен әлі талай қоям деп үміттенемін. Өйткені бұл шығарманың өзіндік жеке аурасы бар. Бұл маған ұнайтын жанр, яғни психологиялық триллер жанры. Қазір 10 секундтан кейін не болатынын білмей отырасың. Маған 10 секундтан кейін не болатынын білмей отырса көрермен, актерларын да білмей отырса, осы маған қызық. Мен сахнада спектакльді қойған кезде жай баяндағым келмейді. Мен ләззат алғым келеді. Тек қана қойылымнан емес, актерлардың да ойнау барысындағы қиыншылықтарға тап болып, ойнау барысында өздері де түсінбей қалған сәттерін көрген кезде мен ләззат аламын. Мен кейде жеткіде байқаймын, сахнада репетицияда байқаймын, кейбір актерлар болып жатқан қиылыстар, сюжеттің бұрылыстарына өздері риза болып қалады да кейде. Сол үшін мен актер 2 сағат сахнада ойнаған кезде монотонность болмаса деймін. Бәрі бір сарында болып кетіп қалмаса деймін. Актердің іші пыспау керек. Сондықтан мен актерді әрдайым сындырып отыруға тырысамын. 10 секунд сөйледі ме, ол 1 минут жүгіріп секіру керек. 10 секунд сөйледі ме, қайтадан солай болу керек. Ол ұйықтамау керек. Ұйықтамау деген тікелей мағынада емес, оның ақылы сахнада жүрген көрерменмен байланыс ұйықтап қалмау керек та. Ол әрдайым тірі болу керек, энергетика шашып тұру керек. Сондықтан бұл Дезертирдің бір ерекшелігі менің пьесаларым ішінде маған ұнайтын жері осыда. Бұл жерде бірде-бір кейіпкер жоқ, сахнада құр отыратын. Немесе құр келіп бір миссиясы онша емес бір кейіпкер жоқ. Барлық кейіпкерлердің өзінің ерекше миссиясы бар, және барлық кейіпкерлер спектакль біткенше дейін бүкіл алып келген энергиясын төгіп кетеді сол жерде. Дезертирдің ерекшелігі осында деп ойлаймын. Дезертирдің репетициясында да осы қиыншылықтарды сезесің, актерлар да сезеді, мен де сеземін. Сондай бір алып күшті алады, және көрермен де спектакльді 2 сағаттан кейін риза болып шығады. Мен оны өз көзіммен көрдім, спектакльден көрерменнің қалай шыққанын. Сондықтан Дезертир спектакліне мен жалпы сәттілік тілегім келеді. Алда бұйырса бұл спектакль біздің репертуарымыздан алынып тасталмайды, міндетті түрде бұны қоямыз. Барша көрермендерге үлкен рахмет айтамын. Спектакльге келіп көргендер үшін барша актерлық құрамға рахмет айтамын. Шын мәнінде мен түсімде көрген бір қиял ғажайып қой, енді біреулер үшін түсімде көрген бір дүниені көркемдеп сахнаға шығарып көрерменге шынайы қылып беруге атсалысқан барша қыз-жігіттерге үлкен рахметімді айтамын. Бұйырса жолығармыз. Дезертир спектаклі ешқашанда
ғұмырсыз болмасын, ғұмыры ұзақ болсын деп тілеймін.